Сәлеметсіздер ме, қадірменді оқушылар. Бүгін біз сіздермен ұлттық тест орталығының үлгілік оқу тапсырмасын қарастырамыз. Алдымен қарастырмас бұрын ең бірінші сіздерге осы бейне роликтің астында орналасқан сілтеме арқылы Google формада биология пәнінің бірінші нұсқасын өздеріңіз тапсырғаннан кейін қатемен жұмыс жасасаңыздар өте жоғары деңгейде өтуші еді. Егер де тапсырсаңыздар, біз ары қарай кете берейік. Ал сіздер ең бірінші тапсырмамыз ол әрине бір жауапты сұрақтар. Ең бірінші тапсырма тұқымында бір тұқым жарнағы бар өсімдіктер. Жалпы сіздер көріп тұрсыздар, бізде тұқымдардың жарнағы бір тұқым жарнақ дара жарнақты, екі жарнағы болса қос жарнақ деп аталады. Сосын тағы бір ерекшелікті бұл тамыр жүйесі, кіндік тамыр жүйесі қос жарнақтарда, шашақ тамыр жүйесі бұл дара жарнақтарда. Енді жеке керекпін көріп тұрсыздар мына жерде бізге қос жарнақтыларға ірі тұқымдар екі жарты бөлікке тұқым жарнағы оңай бөлінеді. Оларға бұршақ, үрме бұршақ, жер жаңғақ, грек жаңғақ, орман жаңғағы, пісте, асқабақ, қарбыз тағы басқа дейді. Сонда көріп тұрсыздар, бұршақ, орман жаңғақ, үрме бұршақтың барлығы бізде қос жарнақтарға жатады. Ал бізге дара жарнақтағы күріш, жүгері, арпа, солы, бидай, қара бидай. Сонда бізде дұрыс жауап қара бидай болады. Келесі сұрақта суретте Д әрпімен берілген сабақ бөлімі дейді. Міне, Д әрпін көріп тұрсыздар. Енді ары қарай кеттік міне. Егер Д әрпін қарасаңыздар, ерекше арналған бұл немене камби. Яғни дұрыс жауап. Камби бізде камби жылдық сақинамыз. Енді жеке-жеке қабаттан ең бірінші қабат қабаты. Ода өн, тоз, тінге бөлінеді. Өніміз түссіз, жас сабақтарда болады ол әрине. Тоз дейміз бұл біз ауа өткізу, ал тінде серпімділік, ергіштер, сүзгілік күшелер орналасады. Қабаттан тұрады. Келесі бізде камби әрине, ол жылдық сақинамыз үздіксіз бөлінеді, сабақтың жуандауына көмектеседі. Келесі бізде сүрек, сүректі көбінесе едәуір бөлігін алып жатыр, қарасаңыздар. Оларда көбінесе көріп тұрсаңыздар түтікшелер тұрады. Келесі бізде өзек қабаты, ол да әрине органикалық зат қорғайды. Сонда дұрыс жауап бізде камби. Келесіне кеттік. Келесі сұрақ. Денедегі су мен артық тұздарды шығаратын мүше. Егер де мән берсеңіздер, келесіне кеттік. Олардың көбісі бізде сыртқы секрециялы экзокриндікке жатады, яғни өзекшелер арқылы бізде белгілі бір жидкіш шығарады. Енді оларға не болады? Қараңыздар. Сыртқа бөлінген бауыр, сүт, тер, сілекей, май бездері, қарын, ішек бездері, ас қорты жатады. Қараңыздар, иә. Енді бізде оған көбінесе не жетеді бізде? Денедегі су мен артық тұз шығаратын ол әрине тер бездері. Дұрыс жауап тер бездері. Келесіге кеттік. Жалпақ сүйек дейді. Ол үшін мен сіздерге адамның қаңқасын көрсетемін. Міне қаңқасын көріп тұрсыздар. Енді бізде көлемімен құрылысына қарай бізде қысқа сүйектер, жалпақ сүйектер, ұзын сүйектер деп бөлінеді. Енді қысқа сүйектерге. Қысқа сүйектер әрине омыртқа, алақан, табан, саусақ сүйектер міне. Өте кішкентай тұрсыздар өздеріңізде. Келесі жалпақ сүйектер, оған жауырын, бас сүйек, қабырға, төс, жамбас сүйектері жатады. Ал ұзын сүйектерге қол аяқ сүйектері жатады. Өздеріңіз дұрыстап қарасаңыздар, скриншоттап қарайсыздар. Дұрыс жауап сонда жалпақ сүйек бізде жауырын. Келесіне кеттік. Жүйке жасушасын қорғайтын қоректендіретін жасуша дейді. Ал кеттік. Бізде жалпы жүйке жасушалары бізде екі түрі бар, нейрон және нейроглия дейді. Глия дейді немесе. Жалпы көріп тұрсыздар, нейрон әрине білесіздер, қозыды өткізу, қабылдау, тасымалдау. Ал бізде нейроглия деген, глия деген ол арнайы жасушалар нейрондарды қоршап, қоректік және қорғаныштық қызмет атқарады. Сонда бізде жүйке жасусын қорғайтын қоректенетін жасуша дұрыс жауап глия, немесе нейроглия деп аталады. Келесі сұрақ кеттік. Аналықтың кеңейген төменгі бөлігі дейді. Ол үшін біз сіздерге аналықтың құрылысын көрсетейін. Жалпылама көріп тұрсыздар құрылысын. Бізде құрылыс осылай тұрады. Енді сұрақ, аналықтың кеңейген төменгі бөлігі. Төменгі бөлігі әрине сабақтан тұрады, көріп тұрсыздар. Одан кейін тұрады, міне. Гүлтабан, яғни кеңейген бөлігі гүлтабан. Одан кейін сіздер ерекшелік бар, тостағашы бар, күлте. Тостағашы көргенде қорғаныш қызмет атқарады. Қолайсыз ауа райларында немесе түнгі уақытта ол гүлді жабады тостағашы. Келесі күлте әрине еліктіру, одан аналық пен аталық.
келесіне сонда дұрыс жауап бізде гүл табаны. Келесі сұрақ, өсімдіктердің дұрыс қабырғасын қаңқасын түзуге қатысады дейді. Бізде өздеріңіз білетіндеріңіздей хитин деген әрине жануарлармен сынауықтар, мурин деген бактерияда болады, холестерин деген адамдағы май арнайы майлар. Дұрыс жауап өте оңай селлюлоза өйткені оны қатты қиын емес деп ойлаймын. Келесі кеттік. Келесі гаметалар түзілетін үдеріс. Бұл жерде мән беру керек. Гаметалар бізде неменен гаплоидты, яғни бір енді мән берейік. Бізде жалпы бөлінуді жаңа көріп тұрсыздар, иә? Ең бірінші митоздан бастайық. Митозда бөлінгенде бір диплоид жасушадан генетикалық материал ретінде бөлінген екі диплоид жасушасы. Значит, бізде митозда 2N болса, диплоидта ұрпақ келесі бөлінген кезде 2N, яғни диплоид болады. Бұл жауапқа келмейді. Келесі миоз. Миозда яғни кішілеу азайып жетіп келе жатқан жыныс клеткалар, жасушалар, гаметалардың бөлінуі, хромосомалар санының азаюы, редукциясы. Яғни бізде митозда миозда 2N болып, гаплоидта 1N болып гаметалар. Значит, дұрыс жауап бізде немене? Миоз. Келесі амитоз деген бұл қарапайымдардың бөлінісі, ол екі тікелей бөлінеді. Келесі бүршіктенуге тұщы су гидрасы тұр. Көріпсіздер, жеке организм дамиды, бөлініп шығады, бүршіктенуге осы. Дұрыс жауап бізде миоз. Келесі тапсырма. Келесі эритрицин бетінде болатын ерекше ақуыздар. Енді мән берейік, дұрыс жауабын burada көрейік. Резус фактор жауап, дұрыс жауап. Ол дегеніміз эритрицин бетінде болатын ерекше нәруыз. Бұл көбінесе дешар халқы 85% құрайды, ал бізде мысалы үшін резус фактор 10 және терістер бөлінетін білесіздер ол қан тобында. Соған қатысты ерекше нәруыз бізде резус фактор. Келесіне еттік. Цианобактериялар түрі дейді. Мына жерде қарап отырсаңыздар, қызыл балдыр, қоңыр балдыр көрсеткен, қазір қандай балдыр жататынын көрсетемін. Жалпы бізде балдырлардың 4 түрі бар. Жасыл балдыр, қоңыр балдыр, қызыл балдыр, көк жасыл балдыр, цианобактериялар. Немесе цианид. Ал жасыл балдырға келейік. Мен көбінесе осы ботада кездесетін түрлерін ғана алдым. Жасыл балдырлар хламидамада, хлорелла, вольвокс, спирокира, қоңыр балдыр ламинария саргастум, қызыл балдыр порфира, хандрус, порфира, қата ескеттім. Кешім сұрайым. Цианобактерия, циани бұл көк жасыл балдырлар, спирулида, ностус, промедиум, персонона. Сонда дұрыс жауап бізде спирулина. Дұрыс жауап. Келесі кеттік. Ішек қуыстардың құрттардың айырмашылығы дейді. Ішек қуыстар бізде мән берсеңіздер 2 қабатты, ал құрттар бізде 3 қабатты оларда мезодерма қабаттан. Сонда ішек қуыстар 2 қабат дейді, эктодерма, эндодерма жата қате ескеттім. Мезодермамыз қате ескеттім. Эндодерма, дерма деп алайық. Сонда біздің қате ескеден. Олардың ең бір ерекшелігін көріп тұрмын. Ас қорты сойын шығарып, асты қуысының ішінде қортады. Сондықтан бізде ішек қуыс деп атау содан. Ал құрттар келсе 3 қабаты, яғни плюс мезодерма қабаты болады. Сосын ерекше оларда құрттарда зәр шығару жүйесі табылады. Сонда дұрыс жауап бізде денесі 2 қабаттан тұрады. Келесіне кеттік. Жүректің қанмен қамтамасыз етудің бұзылуынан туындайтын аурулар түрі. Қазір мен сіздерге жалпы жүрек қан тамырлары ауру жүйесін көрсетемін. Міне көріп тұрғандарыңыздай жүрек ауруларын жиілететін түрлері міне ревматизм, гипертония, жүрек ақауы, жүрек демікпесі, жүрек және көріп тұрсаңыздар жалпы, иә. Енді бастық гипотония. Гипотония бізде қан қысымының төмендеуі, ал гипертония қан қысымының жоғарылауы. Сонда гипотонияны бұл алып тастаймыз. Келесі жауап бізде тахикардия. Тахикардия мен көріп тұрсаңыз жүрек соғысының жиілеу ауруы, яғни жүректің жиілеуі бұл келмейді. Келесі тромбоз деген қан тамырының тромбоз жасушаларын жиналып қанды өткізу деңгейін кемуі. Ол да келмейді. Ал ишемия ауруға келетін болсаңыздар жүректің қанмен қамтамасыз бұзылуы. Сонда бізде дұрыс жауап ишемиялық ауру. Келесіне кеттік. С дәрумен жетіспеуінен болатын ауру түрі. Ал қазір мен сіздерге жалпы егер қарайтын болсаңыздар бізде балдырардың дәрумендердің 2 түрі бар. Яғни майда еритін және суда еритін. Жалпы суда еритін қарастырып көрейік. С бізде және аскорбин қышқыл деп аталады. Ол авитаминоз құрқұлақ, стинга дейді. Сонда дұрыс жауап бізде құрқұлақ. Авитаминоз деген жалпы бізде дәрумендердің жеткіліксіздігі. В1 тиамидит, бери міне.
келесі майда ретіндер ретинол деп атады, ол А витамині ақшам соқыр, көріп тұрсыздар. Оған жатпайды. Д бізде кальций ферол, гипервитамин, яғни мишель рахит, яғни бізде Д витамин көп асып кетсе, бізде мишель рахит қашпайды. Келесі попада никотин қышқанда мысалы ниацин, бұл А витамині пелогара ауруына ұшылығады. Келесі жаққа кеттік. Дұрыс жауап бізде, сонда сіз аскорбин қышқыла жеткізгісіз болса, ол сингл, яғни құрқылақ болады. Келесі жаққа кеттік. Жалпы бронхо демек келесі 14-ші сұрағымыз бронхо демек болсын астманың белгісі дейді. Бұл жерде көріп тұрсыздар, бізде бронхо демек болсын көбінесе тыныс демек болсын деп атады. Ол көбінесе жөтелу, тұншығу аурулары болады. Сонда дұрыс жауап бізде жөтелу, тұншығу. Ал қалғандары бізге бронхо демек болсын есіне жатпайды. Келесіне кеттік. Нефрон қабырғасының маңызды қызметі. Жалпы сіздер көрсетейік. Міне нефрон жалпы бізде қызметі құрылымдық бірлігі бізде жалпы білесіздер. Оның міне жеке-жеке өзінің құрылыстары айтылған. Бір жақ мына жерге бәрін ерекше эпителий жасушаларының бір қабатынан түзілген нефрон қабырғасының маңызды қызметі қан тазартып. Онда бізде дұрыс жауап оқушылар не деп еді? Қанды тазарту. Көріпсіздер ғой. Келесіне кеттік. Келесі эндокринді бездерден түзетін биологиялық белсенді заттар. Жалпы дұрыс жауабын білесіздер. Өте оңай сұрақ. Бізде ішкі секреция бездерден арнайы не бөлінеді? Гормондар. Сонда дұрыс жауап бізде гормондар. Келесіне кеттік. Саналылықтан плауынға ұқсастығы дейді. Саналылықтар бізде жеке патшалықтар білесіздер, плауындар бұл өсімдіктердің енді қараңыздар. Жалпы бізде саналылықтардың өсімдікке ұқсастығын берейік. Жасуша қабырға жабылған, қозғалмайды, бүкіл тіршілік өседі, қорсеті жануар сияқты емес, денесіне бетімен сіңіреді, спорлық болады. Сонда бізде қараңыздар. Бізде плауын өсімдік болғаннан кейін өсімдікке ұқсас қасиетіне ол немене? Спора. Яғни бізде споралық көбейеді. Ал гидрофты өріктену, гликоген, хлорпасы болмайды, бұның барлығы жануар тектес белгілері жатады. Сонда дұрыс жауап споралық көбейеді. Келесі сұрақ. Тез ұйқы кезінде дейді. Жалпы оқушылар сіздер білесіздер. Адамның тез ұйқы және баяу ұйқы деп бөлінеді. Жалпы тез ұйқыда біздің организм активный фазаға өтеді. Яғни біздің жүрек соғысымыз артатынын көріп тұрсыздар. Қозғалыс байқат, қан қысымы жоғарылайды, тамырдың соғуы жиілейді деген сияқты біздің активный фаза болады. Сонда бізде дұрыс жауап бұлшықеттер жиілейді, қалғаны болса заталмасы баяулайды деген тамырдың соғуы төмендейді, қан қысымы төмендейді, бұрын барлығы бізде пассивный фаза болады. Келесіне кеттік. Келесі сұрақ, жәндіктер арқылы тозданатын өсімдіктер үшін маңызды ұлпа дейді. Жалпы жәндіктер арқылы тоздануды білесіздер. Бұл айқас тоздануы деп аталады. Олардың ең басты міндеті міне көріпсіздер. Қосымша сіздерге ақпарат берілген. Міне хош иісі тозданатын, яғни бізде не болады? Арнайы бөліп шығарушы ұлпалардың арқасында бізде осы бунақ денеде еліктіреді. Дұрыс жауап бөліп шығару. Келесіне кеттік. Келесі сұрағымыз әрине бізде контекст. Бұны оқып керек жоқ. Өздеріңіз видеоны стопқа қойып, нақтылап қарауларыңыз алып болады. Ал келесіне кеттік. Бірінші сұрағымыз соған қатысты 21-ші. Кактус өсімдігінің шөлге бейімделуі. Жалпы қарасыңыздар, бұл суккуленттерге жатады. Егерде мән берсеңіздер, етженді жапырақтарының немесе сабақтарында ылғал жинайды. Сонда бізде сабағында ылғал жинаса, дұрыс жауапқа мән берейік, жапырағы шырынды болу. Әрине, жапырақтың шырынды болуы. Ал мынау шашақтағы жапырақ суды буландыру, жапырағын тікенге айналу, бұл кактусқа тікелей қатысты емес. Яғни мысалы үшін жапырағын тікенге айналу деп олар шөлге бейімделу шығар, бірақ та основной мен көрсетсем сабақтардың ылғал жинайды. Сабағына жетті, ал жапырағы тікенге айналады. Келесіне кеттік. Бұл шатастыратын сұрақ. Келесі сұрақ. Келесі сұрағымыз бізде суретте арпен берілген аймақта бейінген суккулент. Жалпы суккулент дегеніміз не? Суккулент дегеніміз бұл шөлді аймақтарда өмір сүретін өсімдіктер. Суккулент деп өзі айтып тұр. Сонда дұрыс жауап кактус өте оңай. Көріп тұрсыздар. Суккуленттерге бізде кактус, кейбір сүт дегендер жатады екен. Көріп тұрсыздар. Немесе ет жеміс дейтін. Яғни сабағы қалыңдар mesela. Келесіне кеттік. Айтыр. Стоп қойсаң. Не ағаш? Мен бұға қайша әкеп беремін үші. Аларымыз. Тәрбе сағат қойып сен
20-шы сұрақ, шөл жануарлардың ыстыққа бейімделуі дейді. Егер де шөл жануарларын қарасаңыздар, бізде маңызды бейімделу болып тұрады. Ол көбінесе не істейді екен? Ыстық кезде жазғы ұйқыға кетеді екен. Сосын ымыртта белсенділікке көшу. Ымырт деген бізде кешкі уақыттар, немесе салқын уақыттар, сонда бізде дұрыс жауап ымыртта белсенділікке көшеді. Қосымша жаз уақытында ұйқыға кетеді, тасбақа мысалы үшін. Келесіне дұрыс жауап ымыртта белсенділікке көшеді. Келесі сұрағымыз 24-ші. Ақ аюдың суық аймақтан мекендеуіне мүмкіндік беретін ерекшелігі. Бұл өте оңай деп ойлаймын. Вена қантамыр қақпақшалар болады дейді. Бұл мүлдем сәйкес келмейді. Әрине қақпақшалар не үшін болады бізде? Қанды кері айдамау үшін. Құрғақ өсімдіктер көп жеп, айды қорғайды. Міне, тіршілік ортасын қараңыздар. Ақ аюлар шөп қоректі емес. Бұлардың көбінесе ет қоректі. Сонда бізге бұл жатпайды. Бізге қоңыр айлардың көбінесе денесіне артерия вена қаны араласып барады. Бұл мүлдем сәйкес келмейді. Дұрыс жауап майлы табан денесінде суықты өткізбейді. Көріпсіз аға. Дұрыс жауап сол. Келесі еді. Келесі 25-ші сұрақ. Шөлде өсетін өсімдіктердің қоршаған ортамен күресі дейді. Жалпы бізде білесіздер, 25-ші сұрақ. Шөлде өсетін өсімдіктердің қоршаған ортамен күресі. Жалпы көріпсіздер. Мысал үшін бізде қандай күрес болады? Абиотикалық фактормен күрес, яғни тіремес заттармен. Мысал үшін не деп қатты жерден сабақ қисайғанда бұл мүлдем сәйкес келмейді. Жарыққа бағыттап сабақ ұзарған бұл орман өсімдіктеріне тән. Қорекшін жапырақ атасы кеңейген. Бұл келмейді. Ылғал үшін жапырақты кеңге айналған деген келеді. Мына жерде қарасаңыздар, оқжеттім міне. Сонымен қатар ылғалды аз болғандар үшін шөп өсімдіктердің жапырақтары өзгереді. Осыған келеді. Келесіне кеттік. Келесі сұрақ. Ас қорыту ферменттері. Ал жалпы бізде ас қорыту ферменттер көріпсіздер. Ең бірінші ауыз қуысынан бастап бізде тамақ қорытыла бастайды. Сонда бізде дұрыс жауап, өздеріңіз жерде мән бересіздер ғой. Тоқтатып. Мысалы үшін бізде дұрыс жауаптар міне. Липаза, амилаза, пепсин. Амилаза крахмалды глюкозаға дейін жатады. Ол сірекейдің құрамында болады. Липаза бізде майларды, ұлтабарды глицериннің майқышылардан дейін ыдыратады. Ал пепсин болса асқазанда нәруз айырмашылықтардан ыдыратады екен. Жалпы дұрыс жауап липаза, амилаза, пепсин. Келесі сұрақ. Гипофиз безінен бөлінетін гормондар. Жалпы гипофиз бізде ішкі секреция бездерін жинайды. Міне сіздер тақтаға шығардық. Жалпы әрбір ішкі секреция безін бөлетін бездер көрсетілген. Сонда бізде соматропин гормон бөлсе дұрыс жауап тек қана біреу ғана. Ал қалғандары басқа бездерде бөлінетін гормондар. Жалпы келесіне еттік. Мына жерде өздеріңіз видео тоқтатып жазып оларыңызға болады. Әрине. Келесіне еттік. Түр түзілудің түрі. Жалпы бізде түр түзілудің екі түрі бар. Мен тақтаға шығардым. Аллотропиялық және аллотропиялық мөлтір, сосын симпазиялық. Аллотропиялық деген мысал үшін белгілі бір бөгеттердің пайда болуы. Мысалы географиялық оқшаулау деп айтылады ғой. Мысал үшін симпазиялық деген бұл жеке даралар мысал үшін басқа бір жаққа қоныс аударуы, белгілі бір себептерге байланысты өзінің жеке организмдердің оқшаулануы болып табылады. Міне дұрыс жауап. Келесіне еттік. Келесі сұрағымыз бізде трансмайлар кездесетін өнімдер. Жалпы бізде майлардың үш түрі бар екен білесіздер. Қаныққан май, қанықпаған май және трансмайлар. Трансмайлардың кездесетін түрлерін жазылған. Егер де оқуға назар аударсаңыздар, тауып алсаңыздар, трансмайлар көп мөлшерде түрлі тұздарда, маргаринде, майлы тәттілерде, мысалы тәтті бәліш, печенье құрамында кездеседі. Онда бізде дұрыс жауап маргаринде, майлы тәттілерде. Қате ескертмейді, тұздықтарды. Тұздықтарды міне. Сонда бізде майлы тәттілерде, тұздықты маргариндерде көбінесе осы кездеседі. Ал келесі жауап қойды. Келесі жауап гендік мутация түрлері. Гендік мутация мен сіздерге шығарам. Жалпы төрт түрі бар. Нуклеотидтердің кездесу
экспозиция, трансверсия, инверсия, делиция. Инверсия мен делиция өте оңай. Инверсия деген қосымша артық жобаны қою, ал делиция деген ол артық жобаның түсіп қалуы. Сонда бізде инверсия, трансверсия, транзиция. Біздің делиция осы ғой өздерінің үшін. Мен жалпы бізде анықтамалы көрсетілген транзиция деген полимер бағытын өзгертеді, ал трансверсия деген нүктелердің жобаның алмасуы. Келесіне кеттік. Адамның тыныс алу мүшелері өте оңай сұрақ. Ол үшін адамның құрылысын білу керек. Мен жалпы көріп тұрсыздар. Жұтқыншақ әрине, бронхы, асқазан міне. Яғни бізде көріп тұрсыздар, жұтқыншақ, бронхы, көмей. Тұшық, міне. Егерде қарасаңыздар барлық құрылысын көрсетілген. Ал біз келесі сұраққа кетеміз. Нейроглия атқаратын қызметтер. Бағанағы өттік. Нейроглияның жалпы атқаратын қызметін ол жәнегі нейрон жасушаларын қоректік, яғни қорғау, нейронды қоректендіру. Дұрыс жауап бізде нейронды қорғау және нейронды қоректендіру. Келесі сұраққа кеттік. Өздігінен тозданатын өсімдіктер. Бағанағына өттік. Өсімдіктердің бізде екі тозданатын түрі бар. Өздігінен және айқас тозданатын. Бізге өздігінен тозданатын өсімдіктер арнайы мен жирный шрифтпен жазып қойдым. Яғни бізде егістік бұршақ, жер-жаңғақ, бидай жатады. Ал қалғандары бізде көбінесе айқас тозданатын, желмен тозданатындар бар. Көріпсіздер, егістік бұршақ, шегілгіш, салмалық, бетеге, тары, бидай көбінесе өздігінен тозданатын өсімдіктер. Келесіне кеттік. Қосымша айқас тозданатын анықтама беріп қойған. Келесіне кеттік. Келесі бізде 34-ші сұрақ. Орталық Америкада таралған мәдени өсімдіктер дейді. Ол үшін біз Вавиловтың жалпы мәдени орталықтарын көріп шығу деген. Жалпы Вавилов бізде көріпсіздер, 7 аймаққа бөлді. Бізде назар аударатынымыз қазір орталық Америка. Орталық Америка, ода неме екен? Жүгері, ұзын талшықтан мақта, какао, асқабақ, тұқымдас үрме бұршақ. Сонда бізде какао, үрме бұршақ, асқабақ тұшығы. Какао, үрме бұршақ, асқабақ. Өтен тұшты қараларға. Келесі сұраққа кеттік. Келесі сұрақ бізде жыныспен келесі сұрағымыз 35-ші сұрақ. Жыныспен тіркес тұқым қуалайтын аурулар. Жалпы бізде сіздердің алдарыңызға жыныспен тіркес тұқым қуалайтын ауруларын көрсетер мінтір. Бұған не жатыр екен? Гемофилия, дальтонизм, рахит мінтір. Бауыр сирозы, кемақыл дейді. Сонда бізге дұрыс сұрақ бар. Міне. Яғни бізде кемақыл, рахит, бауыр сирозы дұрыс жауап қойылады. Жалпы назарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл менің жұмысыма көмектеседі. Келесі бизнес сабақта жолыққанша.